Сіздермен студенттер, мен Алматы қаласы Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Ізбасарова Ақерке Қайратқызы. Бүгінгі біздің пәннің атауы металдар технологиясы. Сабағымыздың тақырыбы металдардың физикалық химиялық қасиеттері. Сабақтың мақсаты студенттерге металдардың маңызды физикалық химиялық қасиеттерін түсіндіру, қолданылу саласы жөнінде білімді меңгерту. Смарт мақсатымыз металдардың тұрмыста, өнеркәсіпте қолданылуы жөнінде біледі. Металдардың қасиеттерін ажырата алады. Алған білім дағдысын өмірде қолдана алады. Күтілетін нәтижелер: білім алушылар металдардың түрлері және қасиеттерімен танысты. Металдардың түрлерін және қасиеттерін сабақ барысында түсіндіре алады. Бағалау өлшемдері: материалдарды, металдар мен олардың қорытпаларын жіктеуді қолданады. Металдардың құрылысын зерттеу әдістерін меңгереді. Металдар дегеніміз жалпы электр тоғымен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеті жоғары жылтыр заттар. Мұндай қасиеттердің болуы металдардың ішкі құрылуымен байланысты. Жалпы бізде техникада қолданылатын металдар негізгі екі топқа бөлінеді. Олар қара металдар және түсті металдар болып бөлінеді. Мына жерде суретте қарап отырсаңыздар, бұл жерде қара металдар, қара металдар феррум. Феррум дегеніміз яғни химиялық атауы. Бұл дегеніміз біздің осы металл технологиясы пәні химия пәнімен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Яғни феррум, темір, қара металдарға жалпы темір және оның қорытпалары жатады. Оның қорытпаларына болатты, шойынды және тағы да басқа ферро қорытпаларды жатқызамыз. Және түсті металдар. Түсті металдарға қорғасын, хромит, алтын, мыс, марганец, мырыш, алюминий, алтын, күміс деген сияқты қара металдардан және ферро қорытпалардан басқа барлық металдарды біз түсті металдар қатарына жатқызамыз. Металдардың физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, металдардың физикалық қасиеттеріне ол түсі, тығыздығы, балқу температурасы, жылу өткізгіштігі, жылулық ұлғаю, жылу сыйымдылық, электр өткізгіштік және электр кедергісі, магниттік қасиеттері жатады. Яғни осы металдардың физикалық қасиеттеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, түсі дегеніміз металдардың белгілі толқын ұзындығында жарық шашу қабілеттілігі. Тығыздығы көлем бірлігіндегі масса қорытындысы. Тығыздығы бойынша барлық металдарды жеңіл және ауыр деп бөледі. Балқыту температурасы. Балқыту температурасы металдың қатты жағдайдан сұйық жағдайға өту барысындағы температура. Яғни балқу температурасы бойынша қиын балқығыш металдар және оңай балқығыш металдар деп бөлінеді. Қиын балқитын металдарға біз вольфрам, тантал, титан сияқты жанында қанша градуста балқитындығы көрсетілген. Осы металдарды біз қиын балқитын металдарға жатқызамыз. Мысалы, вольфрам 3416 градуста балқиды. Содан кейін тантал деген сияқты өздері температура бойынша төмен қарай түсе береді. Оңай балқығыш металдар. Оңай балқығыш металдарға қалайы, қорғасын, мырыш, алюминий сияқты тағы да басқа металдарды жатқызуға болады. Жылу өткізгіштігі. Металдың жылу өткізгіштігі металдардың неғұрлым жақсы қыздырылған бөліктерден аз қыздырылған бөліктерге жылу беру қабілеттілігі. Жылу өткізгіштіктің бөлшектері үшін материалды таңдау барысында үлкен маңызы бар. Мысалы, егер металл жылуды нашар өткізсе, онда қыздыру барысында және тез салқындатуда жарықшақтар пайда болады. Жылулық ұлғаю. Жылулық ұлғаю дегеніміз металдардың қыздыру барысында үлкейіп, салқындату барысында кішірею қабілеттілігі. Жылу сыйымдылық. Жылу сыйымдылық металдың қыздыру барысында белгілі мөлшерде жылуды сіңіру қабілеттілігі. Электр өткізгіштік және электр кедергісі. Металдардың электр тоғын өткізу қабілеттілігі. Енді магниттік қасиеттер. Магниттік қасиеттер дегеніміз абсолютті магнитті немесе тұрақты магнитті, яғни металдардың магниттелу қабілеттілігімен сипатталады.
темір, никель, кобальт және олардың қорытпалары жоғары магниттік қасиетке ие. Оларды ферромагнитті деп атайды. Мына жерде суретте қарап отырсаңыздар, барлық металдардан жасалған бұйымдарды көрсетіп қойған. Яғни көріп отырғандарыңыздай, тұрмыста пайдаланылатын заттар, әшекей бұйымдарымыз, құрылыс материалдарына дейін барлығы дерлік осы біздің қара және түсті металдарымыздан жасалады екен. Адам ағзасы металдар мекені дейді. Қараңыздаршы, тек қана адам металдарды тұрмыста пайдаланатын заттарды ғана жасап қана қоймай, яғни адамның ағзасына да тигізетін маңызы өте зор екен. Адамның денсаулығының жақсы болуы осы тікелей осы металдармен тығыз байланысты екен. Мысалы қараңыздар, адамның ағзасында кездесетін калий, магний, натрий, темір сияқты элементтер ол белгілі бір тағамдарда кездеседі, және де адамның өзінің денсаулығына тигізетін маңызы мына жерде жазылып тұр. Мысалы калийді айтатын болсақ, калий бананда, жаңғақта, күріште кездеседі екен. Және ол адамда жасуша ішінде орналасады екен. Екінші магний. Магний деген ол картопта, сиыр етінде және де жүйке ұлпаларының жұмысын жақсартады екен. Натрий қойдың етінде кездеседі екен. Қанның плазмасында, лимфада болады екен. Темір ол алмада, қара сары өтте, бауырда кездеседі екен, және адамда ол қанның құрамында кездеседі екен. Яғни қанның құрамында темір төмендеп кетсе, адамның денсаулығы да күрт нашарлайды деген сияқты. Адамның ағзасына да тигізетін әсері өте маңызы зор екен. Енді металдардың химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Металдардың химиялық қасиеттері металдардың және қорытпалардың тотығуына қарсы тұруы немесе әртүрлі заттармен қосылу қабілеттілігін сипаттайды. Мысалы, ауадағы оттегімен, қышқылдардың ерітіндісімен, сілтілермен және де тағы басқа да заттармен қосылу қабілеттілігін сипаттайды екен. Неғұрлым металл басқа элементтермен қосылысқа оңай түссе, соғұрлым ол тез бұзылады. Сыртқы ортаның металдарға әрекет етуінің әсерінен олардың химиялық бұзылуы коррозия деп аталады. Қатты қыздыру барысында тотығуға төзімді металдарды ыстыққа төзімді металдар деп атайды. Металдардың химиялық қасиеті бұйымды дайындау барысында міндетті түрде ескеріледі. Әсіресе бұл химиялық агрессивті ортада жұмыс жасайтын бұйымдарға немесе бөлшектерге қажет. Яғни мына жерде біз жаңа тақырып бойынша төмендегі сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап беру арқылы бүгінгі сабақтан түсінген ойымызды қорытындылауымыз керек. Яғни жаңа тақырып бойынша мында сіздерге сөздер, сөйлемдер берілген. Сіздер сол дұрыс болса я деп жауап бересіздер, жоқ десе және дұрыс емес болса жанына жоқ деп өз жауаптарыңызды бересіздер. Бұны сіздер дәптерлеріңізге осындай кесте ретінде көшіріп сызасыздар және берілген 6-7 сұрақты тізіп жазып, жанына дұрыс емес екендігін анықтайсыздар. Бұл тапсырма түсінікті болса, енді сіздерге үйге тапсырма. Жаңа тақырыпқа байланысты жұмыс дәптерін толтырасыздар. Осы видеоның астына мен тіркеген жұмыс дәптерін толтырасыздар және мен тіркеген лекция материалдары бойынша лекция материалдарын оқисыздар. Өздеріңізге керек жерлерін дәптерлеріңізге көшіріп жазып аласыздар конспект ретінде. Және де бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен осы видеоның астына бөлісесіздер. Қандай әсер алдыңыздар? Өте жақсы болса жақсы, өте жақсы, бірқалыпты деген сияқты бүгінгі ойларыңызбен бөлісіңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.